Бұдан былай білім беру ұйымдары қызметкерлерінің заң бұзушылықтары үшін басшылары да жауапкершілікке тартылатын болады. Бұл білім беру саласында сыбайлас жемқорлықты болдырмау және оның алдын алуға сеп болмақ. Өткен жылдың соңында аймағымызда Ақмешіт адалдық алаңы жобалық кеңсесі ашылып, өз жұмысын бастады. Жобалық кеңсе қызметінің негізгі бағыттарының бірі түрлі салаларда сыбайлас жемқорлықтың алдын алу шараларын жүргізу. Осыған орай облыстық мемлекеттік қызмет істері департаменті мамандары білім саласы қызметкерлерімен кездесу өткізді. Мақсат коррупцияға жол бермеу мәселесіне жұмыла жұмыс жасау. Мониторинг нәтижесі білім беру мекемелері сыбайластыққа бейім салалардың алғашқы бестігіне енгенін айғақтап отыр. Сондықтан енді колледж мектеп басшылары қарамағындағы қызметкерлердің осы бағыттағы заң бұзушылықтар үшін жауапкершілікке тартылмақ. Бас қосуға қатысқан тарап бұл келісімді мақұлдап қол қойды.